Мен 30 жылдық заңсыз билік, экстремистік билік болып келе ма? Енді ол жаңағы экстремистік билік бола ма, басқа билік бола ма, оны дәл солай айту қиын. Сегодня Алмата прощалась с Заманбеком Нуркадиловым. Панихида прошла в Доме ученых. Отдать последнюю дань человеку, который еще при жизни стал знаковой политической фигурой, пришли тысячи алматин. Прошло 3 года, как были застрелены лидер оппозиции Алтынбек Сарсембаев и его помощники. Родственники и соратники Алтынбека Сарсембаева считают, что правда об этом преступлении не раскрыта. Siz үйіңізді бұзуға, осындай жаңа жылдың алдында бұзуға рұқсат бердіңіз бе? Салмастар. Жоқ, ешқандай рұқсат берген жоқпыз, ешқандай келісімге келген жоқпыз. Әкімшіліктен мен ақшасын, үлесімді алған да жоқпын, қанның ақшасын, үйімнің ақшасын. Оны мемлекеттік әсеншіктер қаншаға бағалады? 12.993.000 теңге. Аха, өзіңіздің бағаңыз осы қанша болуы мүмкін? Өзімнің бағам мен оларға пәлен деген жоқпын, бірақ үйіме үй тауып беріңдер дедім, центрда. Осындай үй. Иә. Продолжаем выпуск. Родителям ВИЧ-инфицированных детей из Южного Казахстана требуется психологическая помощь. Папа и мама не знают, как сказать детям правду об их статусе. Малыши стали подростками, и медлить больше нельзя. К этому процессу подключились психологи, но их катастрофически мало. Александра Ким побывала в семье, где больше не скрывают горькую правду. 11-летний Баужан – жизнерадостный, активный и очень прилежный школьник. Он любит математику и своих друзей. Он такой же, как и его ровесники, с одной лишь разницей. 10 лет назад его, как и сотни других шымкентских детей, медики заразили ВИЧ. Когда в 8 месяцев я лежал в реанимации с пневмонией, тогда мне должны были переливать кровь, и тогда мне случайно перелили зараженную кровь. Главное... Бірден арнайы көліктерге салып алып, Көкталдағы қорымға жерлеуге алып кетті. Ал одан кейін сол жерге жиналғандар осы мәселеге байланысты өздерінің ойымен бөлісті. Соған назар аударсақ. 16 мың теңге қалай күн көресің? Bir күндік тамағың ба, 2 күндік тамақ? 16 Абыл Қасымова ханым, сіз естіңіз, сіз сияқты біздің жайымыз, күйіміз қайнап тұрған жоқ. Мен мына үйде адам нормальный адам тұра ма? Вообще масқара ғой мынау дегенді. Ондай вообще мен түсіне алмаймын. Сонда үкімет қайда қарап отыр? Менде сұрайды, 10 мың аласыз ба? Әр балаға ма? Әр балаға болса тәубе дер едім. Бар жоғы 10 мың. Жұмыс істемейтін адамдардан ақша жинап бюджетті толтырамыз дейміз. Осындай жағдайда міне Әбіл Қасымова қайда сол? Кесім міне жерге. 3 жастан кейін бала өзімен өзі ат болып шауып кете ме екен не? Өкімет заманына қарай заң қабылдамай ма? Қазір не болып жатыр? Балдардың бәрі өртеніп өліп жатыр. Зорланып жатыр әр жерде. Жай сөйле, болдық. Біз уже қаншалық келдік бұл жерге? Есептеген кезде басынан бәрі шығып жатыр ғой. Енді бұлардың жаңа пособие алады ғой бұл кісілер. Оны да доходқа санайды ғой. Содан кейін бұл кісілерге айыспы шықпайды ғой қарап тұрсаңыз. Сонда какая разница? Бұл кісілер сол 70 мың, жаңа 42 мың теңге ғана алады екен. Какая разница? Сол кедейлікке қайттан келіп тұр ғой. Сол кедейлікке қайттан тіреліп тұр ғой сол. Ол ешқандай көмек болып тұрған жоқ. Бізден разный статусқа бөлініп жатқанымызға жоғары жақтан мырзалар кінәлі. Өйткені айыспыны береді осы кісілерге, пособияны береді осынша баласы барларға дейді. Не үшін бір баласы болса да, 10 баласы болса да тегіз бәріне берілсін. Халқына нан тауып беріп отыр. Ал қазақ елі өздері нан тауып отыр, халықтың аузынан нанын тартып алып отыр. Бұл жақта қаншама адамдар жиналған бұқара халықтың бәрі Армения мен Қырғызстаннан әкелген машиналармен, жақсы автокөліктермен семьяларын бағып өздерінің нәпақасын тауып отқан адамдардың аузынан нанын жырып отыр.
қазақта сөз бар, жыламаған балаға емшек жоқ дейді. Қазір бүкіл халық жылап келіп отыр осы жерде, өз құқықтарын қорғайды деп. Армянский машина дейді, Қырғызстанның машинасы дейді, бұл енді бұның 90 сөзін толықтай түйініп, түгі болу керек қой, түп тамыры. Бұл түп тамырының бәрі жаңағы машина дейді, оның алдында АСК деп жатыр, Қытайдың заводтары деп жатыр, оның бәрінің тамыры диктаторлық Назарбаевтың билігі, режимі. Содан құтылмай, біздің қазаққа күн жоқ. Экстремистік билік бола ма, басқа билік бола ма, оны дәл солай айту қиын.